Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі тәжірибелік жұмысымыздың тақырыбы қалта түрлері. Сабақтың міндеті оқушыларды қалта түрлерімен таныстырып, тігу технологиясын түсіндіру. Қалта дегеніміз уақыт үйек заттарды салып тұруға арналған киімнің құрамдас бөлігі. Қалта 14-ші ғасырлардан бастап киімде өз рөлін ала бастады. Мысалға, мына жерде 17-ші ғасырдағы қалтаның түрі көрсетілген. Людовик XIV киіміндегі шілтерлі жапсырмалы қалта тұр. 20-ші ғасырда Коко Шанель әйел жакетіне жапсырма қалтаны орнатып, ер адам пиджагымен ерекшелендірді. Ал қазақ халқының қалтасының тарихына келетін болсақ, бұрынғы заманнан бері келе жатыр. Қазақ халқының қолөнері көне заманнан тарихымен бірге дамып, біте қайнасып келе жатқан бай қазына. Ерте заманнан күні бүгінге дейін өзінің қадір қасиетін жоймай, қазақ халқы қалтамен жүруді әдетке айналдырған. Қалтаның өзі бірнеше түрлері болады. Оған жапсырма қалта, жарма қалта, төс қалта, омырау қалта, ішкі қалта және сол сияқты түрлері бар. Негізінен орналасуына қарай қалта сыртқы және ішкі қалта болып екі түрге бөлінеді. Мына суретте міне жапсырмалы қалта көрсетілген. Бұл жерде жапсырмалы қалтаның екі түрі көрсетілген. Біреуі қиғашынан орналасқан және екінші пальтодағы қалта. Жармалы қалтаның өзі бірнеше түрі болады. Мына жерде суретте жармалы қақпақшалы қалта, жапырақшалы жармалы қалта және екі әдіпті жармалы қалта көрсетілген. Ал мына суретте әйел және ер адамның шалбарындағы тігіске түскен қалта көрсетілген. Рамкалы жармалы қалтаның бөлшектеріне көмкермелі әдіптер және қалта астар жатады. Ал жапырақшалы оймалы қалтаның пішін бөлшектеріне көмкермелі әдіп, жапырақша және қалта астар жатады. Сол сияқты мына жерде де жапсырмалы қалтаның пішін бөлшектері көрсетілген және қақпақшалы жармалы қалтаның пішін бөлшектері, яғни қақпақшасы, астары, әдібі, осының бәрі суретте көрсетіліп өткен. Жалпы тігіске түскен қалталар алдыңғы бойдың бедерлі тігістерінде, жан қиықтарында, қатпарларда, шалбардың жан қиықтарында және белдікті қосып тігетін тігістерде өңделеді. Тігіске түскен қалталарды жапырақшамен және жапырақшасыз болып екі түрге бөледі. Алдыңғы бой екі бөліктен пішілгенде, тігістерінде жапырақшалы, қақпақшалы, әдіппен өңделетін қалталар кеңінен қолданылады. Үлгі ерекшелігіне қарай өңдеу әдісінің ең тиімдісін таңдайды. Тігіске түскен қалтаны өңдеу үш кезеңнен тұрады. Ол сәндік бөлшектерді өңдеу, қалта астарын өңдеу және қалтаны жинау. Мына жерде тігіске түскен жапырақшалы қалтаның суреті көрсетілген. Ал мына жерде тігіске түскен жапырақшасыз қалта көрсетілген. Жалпы алдыңғы бойдың тігісіндегі жапырақшалы қалтаны өңдегенде, алдымен жапырақшаны өңдейді, содан кейін қалтаны жинаймыз. Жапырақшаны өңдеу қақпақшаны өңдегенмен бірдей болады. Жапырақшаға штык матаны желімдейді және жан қиығын сырып тігеді. Жапырақша бұрышын қырқады, өң бетіне аударады және баса түктейді. Лекала көмегімен жапырақша енін белгілейді. Қалтаны бұйыммен біріктірудің әртүрлі әдістері болады. Ол үшін қалта орнын негізгі бөлшекте лекаланың көмегімен белгілейді. Белгіленген сызыққа жапырақша мен қалта астарын алдыңғы бойдың негізгі бөлігіне 10 мм қосып тігеді. Жан бөлігін екінші қалта астарына 10 мм қосып тігеміз. Алдыңғы бойдың бөліктерін беттестіріп, бедер қиығын сырып тігеді. Қалта аузына бекітпей береді және қалта аузын тікпей қалдырамыз. Қалта астарын сырып тігіп, дайын қалтаны баса түктейміз. Жапырақша үшін алдыңғы бойға сәндік тігіспен бастыра тігеді. Екінші әдісте жапырақшасыз қалтаны өңдегенде, алдыңғы бойдың негізгі бөлігін қалта аузына желімдік жиекті желімдейді. Ол созылып кетпес үшін. Қалта аузының формасы егер фигуралы болса, оны әдіппен жөрмейді. Негізгі бөлікке не әдіпке қалта астарын 10 мм қосып тігеді. Қалта аузын баса түктейді. Үлгісінде талап етілсе, сәндік тігісін жүргізеді. Жан бөлігіне екінші қалта астарын 10 мм қосып тігеді. Алдыңғы бой бөліктерін сырып тігеміз. Қалта аузына бекітпей береді және қалта аузын тікпей қалдырады. Қалта астарын сырып тігеді, дайын қалтаны баса түктейді. Егер бұйым астарсыз өңделетін болса, қалта астарын торлайды. Тігіске түскен қақпақшалы қалтаны өңдеу тура жапырақшалы қалтаны өңдегенмен бірдей болады. Мына жерде тігіске түскен қалтаны өңдеудің кезек операциялар көрсетілген. Яғни ең бірінші лекаланы дайындап аламыз. Одан кейін негізгі бөлігіне қалта астарын 10 мм қосып тігеміз. Және жан бөліктерін сырып тігіп,
қалта аузына бекітпей береміз және қалта аузын тікпей қалдырамыз. Және астарын сырып тігеміз. Егерде бұйымның моделіне байланысты астарсыз бұйым болатын болса, онда қалтаның астарын сырып тіккеннен кейін торлау міндетті түрде болу керек. Мына жерде дайын қалталардың түрлері және суреттер көрсетілген. Міне жапсырмалы қалта. Мына жерде жармалы екі әдіпті қалта, тігіске түскен қалта, қақпақшалы жармалы қалта және жапырақшалы жармалы қалта көрсетілген. Мына жерде тәжірибелік жұмыс жасап жатқан кездегі процестер көрсетілген. Және ең соңында пайдаланылған әдебиеттер тізімі